Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы бір бағыттағы қалып қою қозғалысы. Оқу мақсаты: қуып жету қозғалысы мен қалып қою қозғалысына байланысты формулаларды шығарып алу және қолдану. Бүгінгі сабақта сендер бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептерді шығаруды үйренесіңдер. Қозғалысқа арналған есептерге сызба құрастыра алатын боласыңдар. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Тайғақ жолдағы екі автокөліктің арасындағы қауіпсіз қашықтықты мынадай ереже бойынша есептеуге болады. Олардың жылдамдығы 2-ге көбейтіледі. Сонда метрмен алынған арақашықтық шығады. Мысалы, 50 км/сағат жылдамдық үшін лайықты арақашықтық 100 метр болады. Көрсетілген жылдамдықпен жүріп келе жатқан автокөліктерге арналған қауіпсіз арақашықтықты есептейік. Бірінші автокөлік 60 км/сағат жылдамдық арақашықтығы 120 метр болады. Себебі 60-ты 2-ге көбейтеміз. Екінші автокөлік 40 км/сағат жылдамдық арақашықтығы 80 метр. Себебі 40-ты 2-ге көбейтеміз. Үшінші автокөлік 75 км/сағат жылдамдық арақашықтығы 150 метр. Себебі 75-ты 2-ге көбейтеміз. Екінші тапсырмаға қарайық. Сызбаға қараңдар. Өрнектерді оқыңдар. Олар нені білдіреді? Қандай формула қолдандық? 60 азайту 10 және 200 бөлу 50. Сәйкестендір. 60 азайту 10 жылдамдық арақашықтығы тең V1 азайту V2. 200 бөлу 50 өрнегі Т тең S бөлу V, яғни уақытты табу үшін қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 60-тан 10-ды азайтқанда 50 км/сағат болады. Жақындау жылдамдығы. 200-ді 50-ге бөлгенде 4 сағат, яғни қуып жету уақыты. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Бір елді мекеннен бір уақытта және бір бағытта 75 км/сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік және 50 км/сағат жылдамдықпен автобус жолға шықты. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады? Ережеге назар аудар. Бір бағыттағы қалып қою жылдамдығын табу үшін жылдамдықтардың айырмасын есептеу керек. 75 азайту 50 тең 25 км/сағат. Жеңіл автокөлік пен автобустың бір-бірінен қалып қою жылдамдығын табу үшін, қашықтау жылдамдығын табу үшін жеңіл автокөліктен автобустың жылдамдығын азайтамыз. Олардың 3 сағаттан кейінгі арақашықтығын білу үшін 25-ті 3-ге көбейтеміз. Тең 75 км. Кестеге назар аудар. Жеңіл автокөлік пен автобустың арақашықтығын есептейік. 1 сағаттан кейінгі арақашықтығы қанша километр болады? Өте жақсы балалар, 25 км. 2 сағаттан кейінгі арақашықтығы қанша болады? Тамаша, 50 км. 3 сағаттан кейінгі арақашықтығы қандай болады? Өте жақсы, 75 км. 3 сағаттан кейінгі арақашықтықты табу үшін
25-ті 3-ке көбейтеміз. Жауабы 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 75 километр болады. Шығармашылық жұмыс. Сызбаға қара. Сызба бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Тамаша. Ендеше экранға назар аударайық. Қаладан бір уақытта және бір бағытта сағатына 16 км сағат жылдамдықпен велосипед және сағатына 25 км сағат жылдамдықпен мотоцикл жолға шықты. 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады? Алдымен қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін мотоциклдің жылдамдығынан велосипедтің жылдамдығын азайтамыз. 25-тен 16-ны азайтқанда 9 км сағат. Енді 4 сағаттан кейінгі арақашықтығын табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 9 көбейту 4 тең 36 км. Жауабы 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 36 км болады. Балалар, бүгінгі сабақтағы өз әрекеттеріңді бағалап көріңдер. Жетістік баспалдағының қай сатысына орналасар едіңдер? Бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептерді шығаруды үйрендің бе? Сызба сызып, есеп құрастыра алдың ба? Керемет балалар, бәрің де жоғарғы сатыдан көрінді деп ойлаймын. Үйге тапсырма. 34-ші беттегі 9-шы тапсырма. Осымен балалар, математика сабағы аяқталды. Сау болыңдар.